Ақеркенің көңіл-күйі қалай екен бүгін? Жақсы болды, иә? Шарларды ұстап алып, ойнап отырасыздар. үй баламын ғой. Қанша жаста ол? 22-дегі кішкентай бөпемін дейді. Жабайы бала. Бүгінгі мереке. Сіз тойлайсыз ба бүгінгі мерекені? Туралы не айтасыз? Тойлағанда тойлап көрмек. Тойлап көрмек. Өмірімде бірінші рет жігітім бар бұл мерекеде. Бірінші рет жігітіңіз бар. Бірақ хабар жоқ деп қойсаңызшы. Жігітімнен хабар жоқ. Оңға қарайын жоқ, солға қарайын жоқ. Бүгін Ернардың көңіл-күйі керемет. Себебі Ақеркемен Махаббат вальсін биледі де. Ойбай, Айданамен дегенім ғой. Қыз жібек болып отырсыз ба? Бикеш еще. Бикешпін мен. Дегеніміз бар. Кеше Ернармен Дос болмен танысы келіп қойдың. Бүгін күнна жоқ, әдеттегідей жалғыз өзім үйрендім дейсің ғой, өз өзіммен бар. Осы айдан билеп отырмыз. Папа, мейрамда тойлайсың ба? Кешегі образдарың дәл бүгінгі мейрамға. Бір күн негізі ерте шығып қойып біз мейрамды тойлауға қарсы емеспіз. Ойлаймыз, бұйырса. Ал, барлықтарыңызды бүгінгі келіп жеткен Қозы Көрпеш баян сұлу күнімен құттықтаймын. Мерекелеріңіз құтты болсын. Ғашықтарыңызды қуантып жүре беріңіздер. Сол, бүгін бізде мерекелік эфир. Қозы Көрпеш баян сұлу. Ана айтып отыр ғой. Би түрінше. Оған көзқарасың қалай негізі? Көзқарасым негізі түзу деп айта алмаймын. Қысқа үйге де қарсымын негізі мен. Сол себептен қарсымын деп ойлаймын. Бірақ если өзінің денсаулығына керек болса, билей берсін. Бірақ оны жаңағы бір әлеуметтік жерге салып халыққа көрсетіп керек емес деп ойлаймын. Бұл күні, ғашықтар күні. Бүгін эфир күшті болмақ. Күшті көңіл күймен бастап жатырмыз. Бұйыртса 12:00-де сезім баға НТК арнасы қосылу болсын. Күтіңіздер. Образдарымызды көретін боласыздар. Барлықтарыңызға сәлем, қалайсыздар? Бүгінгі Қозы Көрпеш баян сұлу ғашықтар күнімен сіздерді шын жүректен құттықтаймын. Бақытты болыңыздар, аман болыңыздар. Бүгінгі образым осындай.